Барлықтарыңызға сәлем, көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздерді осы каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізде ерекше сабақ әдебиетке саяхат деп аталады. Яғни біз бүгін комикс арқылы әдеби шығармамен өте қызықты әрі түсінікті танысатын боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Шұғаның белгісі, Бейімбет Майлиннің әңгімесі. Енді бұл комикспен таныспастан бұрын авторымен танысып алғанымыз жөн болар, өйткені біз кімнің әңгімесін оқып отырғанымызды білуіміз қажет. Бейімбет Майлин 1894-1938 жылдары өмір сүрген қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Қазіргі Қостанай облысы Таран ауданында дүниеге келген, 1 жасында әкесінен айырылған, кейін 6 жасқа шығарда анасынан айырылып, жастайынан жетім қалып, байлардың соңында малдарын бағып күн көрген болатын. 1911-1915 жылдар аралығында Тройск қаласындағы медреседе білім алады, Қостанай қаласындағы орыс қазақ мектебінде білім алады, кейіннен Уфадағы Ғали атты медреседе білім алып, жан-жақты толып дамиды. Кейіннен өзінің өмірін мұғалімдікке, жазушылыққа арнайды. Яғни атап айтатын болсақ, 1916-19 жылдары Қазақ, Ауыл атты газеттерде, сонымен қатар Айқап, Садақ журналдарында өзінің әңгімелерін, мақалаларын жариялап отырған болатын. Кейіннен 1938 жылы жазықсыз тұтқындалып, Қызыл қырғын саяси репрессияның құрбаны болады. Енді бұл шығарманы не туралы екенін білу үшін қысқаша мазмұнына тоқталайық. Шұғаның белгісі әңгімесіндегі қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік, махаббат тағдыры суреттеледі. Бұл жерде ең басты кейіпкер Шұға өте әдемі, ақылды, сұлу қыз, ғашығы Әбдірахманға қосыла алмай, өте бір ауыр, қайғылы халге ұшырайды. Енді ары қарай олардың бірге болмауына не себеп, неліктен олар бірге бола алмады, неліктен махаббаттары жараспады, оны комиксті оқып бірге білетін боламыз. Біз екеу едік. Менің астымда жұрт ақылау топал торады. Жүргіштеу, ертоқымым ескілеу, байлардың малға мінетін ертоқыма. Үстімде қонған үйімнен сұрап киген шидем күпі. Қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп мазамды алыңқырап келеді. Жолдасым 30-40 шамасындағы жер ортасы адам. Сиректеу сақал мұрты бар. Мынау алдымыздағы үлкен көл қамсақты ғой. Сол сүрлемен барып Шұғаның белгісімен қара жолды қиып аламыз. Шұғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе? Тау ма? Жоқ, әшейін бір обашық. Сіз білмейтін шығарсыз. Жассыз ғой. Уақытында Шұғаның әңгімесін бұл өлкенің баласына шейін біліп алған. Ой, шіркін, өзі Шұға десе Шұға еді-ау. Ендеше сол әңгімені айтып, жол қысқартпадық па? Айтсам айтайын. Кезінде Беркінбайдың әкесінің нағашы Жаппас Есімбек дейтін болды. Өзі өте бай, жомарт, қонақпаз еді. Елге жағымды боп тұрды. Мал мен басы бірдей, Құдай тілегін берген бір адам. Ортан қолдай 4 ұлы болды. Шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұландап өскен Шұға дейтін қыз болды. Шұға десе Шұға еді-ау. Шіркіннің өзі де келбетті-ақ еді. Аққұба, талдырмаш, көзі қап-қара. Осы үріп ауызға салғандай. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай. Бір түрлі пан еді-ау шіркін. Осы күнгілердің бір тапқаны қызды оқыту керек дейді. Сол Шұғалар хатты зорға танушы еді. Сонда да осы күнгінің оқыған 10 қызына бергісіз еді. Айнала айтқандай, Құдай сана берсін десейші. Байдың қызына барлық ел таласып хат жазды. Хатына жауап алмағандар байдың қызы болған соң ірленгені ғой тәкаппар деумен болды. Шұғаның әке-шешесінің бір артық жері 16-ға келгенше Шұғаны күйеуге бермеді. Осы күнгі байлар қызы шырылдап жерге түсімен біреудің малын алады ғой. Уақытында талай мырзалар айттырды, бәріне де нәсіп болмады. Ат жетер жердегі бай балалары мүлде түңіліп болды. Кейбіреулері Есімбек қызының бағын байлады, енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп
ду өсек айтысты. Мезгілімен келіп көрістіңіз-ау. Есімбектің үлкен үйі лық толған адам қымыз ішіп айдай қызды болып жатыр. Мен тек сараладым. Бір отаудан шыға кездесті. Көрісіп амандасқаннан көзімді ала алмадым. Апырай, адамзатта осындай сұлу болады екен-ау. Аққудың көгілдірігіндей әппақ, үстіңде шетін кестелеген ақ көйлек, омырауын неше түрлі ілгіштермен безеп тастаған, қызыл лүпіш камзол, басында үкі таққан түлкі бөрік өзі сұлу адамды мүлде одан жаман жандандырып, құбылындырып жіберді. «Мынау аттан түсіп жатқан кім?» деп сұрады. «Әбдірахман ғой». Мен Әбдірахманға амандасып оны үйге ерте жүрдім. Отаудың сықырлауынан Шұғаның бізге сығалап қарап тұрғанын білінді. Әбдірахман жасында болыстың үйінде бұзау бағып өсті. Осы уақытта болыстың үйінде ауылнай учитель болатын. Балалармен араласып жүріп, учительден оқып 4 жылдан соң мектепті бітіріп шықты. Әбдірахман мектепті бітіргенде дыбысы жер жарды. Өте зерек болған ғой, учительдерде мақтаса керек, дуандағы нәшәндік тілмаш бол деп өтінген екен. Болмай үйге келді. Нақ сол кезде болыстың песірі өліп песір сүреді. Әбдірахманға песір бол деп жабысты. Оған да болмады. Жамантық болысындағы бір байдың школына барып бала оқытты. Содан бері қыс сонда бала оқытып, жазда елде болады. Есімбек, еліңді қыстан шығардың ба бала деді. Шүкір шығардым. Түс ауа мезгілде ет жеп болып, жұрт бет-бетіне тарай бастады. Мен шыға қалай екен, көрдің бе? Көрейін деп едім, көре алмадым. Иә, сен атыңды байлап жатқанда отаудың есігінің алдында тұр еді ғой. Сыртынан көрген бола ма, ауыз-ауыз сөйлескіпеген соң. Ендеше бүгін Алтыбақан құрады. Ауызба-ауыз сөйлессем, Алтыбақанға жақындадық. Сөйлеген сөз, ойнаған ойын, қарандаған адам бәрі де анық көріне бастады. Нақ біздің келуімізді күткендей, екі қыз арқанға асылып ырғалып ән салды. Айнабайдың қызы Күлзипа сонда 17 шамасында шығар деймін. Орта бойлы, қара сұрлау, тік қабақ, сұстаңқырап тұратын адам еді. Айнабай өзі ат арқасына мініп жүрген соң, қызың тәуір бір жігітке бергісі келіп, Әбдірахманнан үміттенген. Жалпы жұрт Күлзипаны Әбдірахман қайтсе де алады деп өздерінше сөз біткенге келіспейді. Амансыздар ма деп жақтырмай бір амандасты. Не мұңлық бұл дүниеде, қыздар мұңлық. Атадан болып мұңлық неге тудық? Атадан мұңлық болып тумас едік, бұрынғы ата-баба жолын қудық. Біз келгенде ойын жана басталған екен. Шұғалар өлеңдерін тоқтатып арқаннан түсті. Жай әзілмен көп уақыт оздырдық. Домбыра алдырып Әбдірахман ән салды. Бишара жігіт еді. Ондай ойындарды бір түрлі ұстайтын арқасы бар еді. Өлеңді түйдектетіп үзбестен соқты. Жұрттың бәрі Әбдірахманның аузына қарады. Шұға жеңгесіне, «Жеңге, қайтамыз ба?» деп еді. «Неге асықтыңыз?» деп жетіп барды. Жалт қарасам, Шұға үйіне кетіп бара жатыр екен. Әбдірахман сол ойынан көңілсіздеу болып қайтты. Шұғамен сөйлескен сөзін, жай күйін айтып мұнайды. Осы менің кедейлігім-ау, бай баласы болсам Шұға сөзсіз қабыл алар еді. Мына хатты Шұғаға жазып отырмын деп бір хатты табыстады. Батырау, мұның не? Қайтейін, үйде отырғым келмей жатқаным ғой. Бір түрлі қалың ойға шамылып, екі көзі елдің сыртында бірдемені күтіп отырған адам секілді. Не күткені белгілі, Базарбайдың келуі. Шұғаның хатты қалай қарсы алары белгісіз. Арсалаңдап күліп жетіп, етігінің қонышынан бір жапырақ қағазды шығарып Әбдірахманға берді. Қолы дірілдеп, Әбдірахман ашып оқыды. Әбдірахманның хатты оқып ажары кіріңкірейін деді. Құматлы мырза, Әбдірахманға сәлем. Соныңда айтарымыз, хатыңызды алдық. Қазір бәленде жауап бере алмаймыз. Айыпқа бұйырмаңыз. Жазушы Шұға. Хат жазылған соң көп ұзамай-ақ Әбдірахман Шұғамен жақындасып кетті. Бірін-бірін сүйгендігі сондай, аз уақыт көрмесе ынтық болып өле жаздаушы еді. Екеуі де менің сырың жасырмайтын. Жалпы жұрт бәлен демегенмен Айнабай тыныш қалмады. Шұға мен Әбдірахманның көңіл қосқан қалпын естігенде Күлзипа жылапты деп қатындар өсек қылып жүрді. Үміттеніп жүрген адамы қызың менсінбей тастап кеткен соң
Айнабай не қыларын білмей Есімбекке хабар тигізіпті. Сенің қызың бұзылды, Абдрахманмен бір күні кетейін деп жүр. Қасыласар дәрмен жоқ. Естен танып қалдық. Жалма-жан атты жектіріп жүрмекші болдық. Ауылдың 80-дегі шалы, 8-дегі баласына шейін жиылды. Бәрі де тамаша көрді. Ай, жұртта да дін жоқ. Не болды десек, Әбдірахманды стражниктер әкетіп бара жатыр екен. Апырмай, қайда барасыңдар? Делбені жиынқырап ұстап, айдай бергенінде ауылдың сырт жағында құдықтан келе жатқан екі әйел көрінді. Біреуі Шұға. Апырмау, жаман қуандым. Көзімнен жас шығып кетті. Қатарласып келгенінде бізді танып екеуі де сұстиып қалды. Болысқа айдап барады, деп жауап қатып жүре бердік. Айырылмай амал жоқ екенін екеуі де сезді. Бірінің көзіне бірі қарап қатты да қалды. Біз елден кететін күні кешке жақын далада сөйлескенде шам көріп, Есімбек Шұғаны жаман сөгіпті. Ағалары да қатандық қылғанын білем. Содан бері Шұға жылауда. Тамақпен жұмысы жоқ десіп жүрді. Бірер күннен соң Шұға ауру екен, төсек тартып қалыпты деген сыбыс естім. Жайын қалай, тәуірмісің? Тәуір емеспін, тәуір болуды тілемеймін де. Сәлем айт. Құдай жазған болса бәріміз де көреміз. Ажарыңыз тәуір ғой, жазыларсыз. Жазылып керегіне, бәрібір мен бақытты бола алмаймын. Әкем аяса менің жертім жаныма батқан соң аяп отыр. Мен үйге келсем, Әбдірахманның қаладан келгенін естіп, үйдің іші қуанып отыр екен. Шұғаның хәлін көріп қайғырып қайтсам, Әбдірахманның келгенін есткен соң тасып кеттім. Мен қуантуым ынтық болып жатқан Шұғаға Әбдірахманды әкеліп бір көрсету керек еді. Біз ауылға жеткенде Беркінбайдың үйінің қасы лық толған адам. Алты атты байлап Әбдірахманды үйге кіргіздім де, неге жиылып тұрғандарын білейін деп, аяндап кісілерге қарай жүрдім. Жақындай келе бергенімде бір салт атты шоқытып келді де, айғайлап бірдем айтып бірдем жүріп кетті. Не айтқанын ести алмадым. Естің бе? Шұға қайтыпты-ау. Ой, Шұға десе Шұға еді-ау. Шұғаның өлгенін көру Әбдірахманға мақсұт болды. Жұрттың өлді дегеніне нанбағандай болды. Бәріміз келдік. Есімбектің үйі ызы шу, тым қуыт екен. Келе жатқан адам көп. Келіндері далаға шығып адам күтті. Көздері қып-қызыл, Зайкүл ымдап шақырды. Қалтасынан алып бір қағазды ұсынды. Хат екенін білдім. Жолына құрбан қып жан мен тәнді, Дариға айтылған серт болмай қалды. Қош сау бол, ойнап күліп жолығарымыз, астында ақ туының пайғамбардың. Шұғаның сүйегін бұрынғы есік қорымындағы қаймақ болып, Есімбек көшін түйеге теңдеп жөнелді. Келер жыл өгіз сойғанның басына келіп қонған ел асын берді. Сонда тұрғызған белгі осы Шұға. Әне, жолдасым, Шұғаның белгісі көрінді. Өзі Шұға десе Шұға еді-ау шіркін. Шығарма арқылы автор қандай ойды жеткізеді? Әлеуметтік теңсіздік пен ескі салттың зардабын, табиғат сұлулығын, соғыс қасіретін. Табиғат пен соғыс бізде жоқ, сондықтан да әлеуметтік теңсіздік және ескі салт дәстүрдің зардабын таңдаймыз. Дұрыс. Келесі, Шұға бейнесі арқылы автор қандай көркемдік идеяны ашады? Байлықтың артықшылығы, тәртіпке бағыну, ескі салт құрбаны болған таза махаббатты. Әрине, сіз жауабы дұрыс. Келесі, ұрпақтар сабақтастығы тұрғысынан шығармадан алатын негізгі сабақ. Жеке бағыт қоғам талабынан төмен, дәстүр әрқашан дұрыс, өткен қателіктерді бүгінгі ұрпақ қайталамау керек. Сіз жауабы дұрыс жауапқа ұқсайды. Шұғаның тағдыры арқылы өткен ұрпаққа тән қандай көзқарас сыналады? Әйел теңсіздігі мен ата-ананың шектен тыс билігі, білімге ұмтылыс, елге адал қызмет. Бұл жерде әйел теңсіздігі ең бірінші орында айтылады, сондықтан соны таңдаймыз. Шұғаның белгісі арқылы көркемдік құндылығы неде деп ойлайсыз? Қарапайым оқиға арқылы терең әлеуметтік әрі рухани мәселені ашады. Тарихи деректердің молдығында, кейіпкерлердің көптігінде. Кейіпкер көп емес, тарихи дерек қамтылмайды, сондықтан қарапайым оқиға арқылы терең әлеуметтік әрі рухани мәселені ашуында деген таңдаймыз. Келесі сұрақ, шығармадағы баяндау тәсілінің ұрпақтар сабақтастығына әсері қандай? Тек тарихи дерек береді, тарихи дерек бермейді бізге. Өткен мен бүгінді байланыстырады, оқиғаны көркемдеуге ғана қызмет етеді. Өткен мен бүгінді байланыстырады.
Шұғаның белгісі шығармасында оқиға қалай басталады? Шұға мен Әбдірахманның кездесуімен, болыстың жиналысымен, белгілі тастың қасында айтылған әңгімеден, екі жолаушының әңгімесінен басталады. Келесі, Әбдірахман қандай адам ретінде суреттеледі? Оқымысты, әділ, қарапайым, қу, екі жүзді, бай, үстем табөкіл. Әрине, оқымысты, әділ, қарапайым. Шұға мен Әбдірахманның қосыла алмауына басты кедергі не болды? Өзара түсінбеушілік болған жоқ, арақашықтық болған жоқ, әлеуметтік теңсіздік пен ескі салт болды. Келесі, Шұғаның белгісі хикаясындағы негізгі көркемдік идеяны анықтаңыз. Ел басқару мәселесі емес, бай мен кедей тартысы болуы мүмкін, бірақ махаббат трагедиясы арқылы ескі салттың адам тағдырына әсерін көрсету деген нұсқа көбірек келеді. Енді бір сұрақ қалды. Шұға қандай әлеуметтік ортадан? Бай, кедей, орта? Әрине бай. Ал енді мына жердегі мақал мәтелмен сәйкестендіруді орындайық. Қыз өссе елдің көркі. Әрине бұл жерде кім? Шұға туралы айтылған. Білімі жоқ ұлы, жұпары жоқ гүл, Әбдірахман. Бай болсаң еліне пайдан тисін. Әрине бұл жерде Есімбек. Надан адам өлі жағын білмейді. Кім бізде надан? Елге от салып жүретін Айнабай. Келесі, жолдың мәнін жолаушыдан сұра. Екі жолаушының бірі Қасым. Дұрыс. Енді үй тапсырмасына осындай шығармашылық жұмысты бердім. Шұғаға байланысты, жалпы осы әңгімеге байланысты өз ойларыңды толық жазыңдар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.